ел іші даудан, ел сыртын жаудан сақта. Орынбор қаласы, Торғай өңірінің генерал-губернаторы, Қолдай Өрсін Мырзадан bu yapma gelir. Mine. Takımızlar balık tansı. Bir şumadan giyin, gubernatörü afartalsın biri. Sıktı o ya. Yakırın deme. Bir ırkına da verir. Bir şumadan güberlikimiz. Güberesini. Sındırma. Жақсы. Oradan gel. Жоғары мәртебелі патшағзамның жарлығы 25 июн 1916 жыл соғыс іс-қимылы жүріп жатқан жерлерде мемлекеттің қорғанысы үшін басқа да жайларды жасаумен әскери қарым-қатынастарды орнату жұмыстарына жүріп жатқан кезеңде империяның елді мекендерінің жастары 19 мен 43 жасты қоса есептегендегі Протона халықтардың еркектері қатыстырылсын. Облыста енгізілсін. O zarlığını vakitlerine şahs emez. Kasap balasın askerge alma kuralı. Zor terisine жазылып, kanlarımızga tasıla bergen böylesi hadi. Aman geldi. Zeyncan. Aman geldi. Aman geldi Zeyncan. Sen aynalayımına biz sekildemez. Әжеп тауыр көкірегін ашық көкірегін. Өзің ояу азаматсың ғой. Өмірді, орыстың өмірінен патша Петр бар көрген жансың. Аман келді жан. Мына бір қағаздағы хабардың түрі жаман ғой. Сен не дейсің, аман келді? Нағашы, айтып тұрғандарыңыздың бәрінің жөні бар. Сабыр етіңіз. Не дейсің, аман келді? Sağ Ama dersin. O aşamada ben de yazılı yeşilme bilip durğanım yok. Tek akılga sığmaydım. Bir sunduk haber ekenin gana әзірге болжап. Алдын-ала байбалам салудың қажеті жоқ. Байбалам салудың қажеті. Ертең дүйшенбінің сәтіне бірін Сырдариясы дариясы, Жетісуға, Каспийге, басқа да жерлерге барып, хабарды жеткізіп, ол жақтан хабарды алып, осында мына ақсақалдарымыз бар. Әлгі Арғын, Қыпшақ, Найманның ақсақалдарымен кеңес құрып, оның шешімін шығарайық. Содан кейін бір шешімі болар. Әзірге байбалам салудың. Оғанға бүгінгі асымызға барайық. Дұғамызды жалғас. Мағамбет, мен мына жиылған халықтың өлейін алмайын деп, өзіңмен жекеше сөйлесейін деді. Ана жол абақтыда отырғанда, орыстың Иван Деев дейтін төңкерісімен бірге отырып едім. Сонда соның айтқаны бар еді. Ана Николай II патшаның дейді, билікті басқару уысынан шығып барады. Халық аш-жалаңаш. Ал ол соған қарамай, салықты үсті-үстіне төпелеп өсіріп жатыр дейді. Ал ана Герман соғысының басталғанына 6,5 ай уақыт өткен. Соғыста ешқандай бәтуа жоқ. Солдаттардың бәрі шаршаған, тіпті соғысуға
ынталары жоқ деп айтқан еді. Енді мына сайын далада тып-тыныш жатқан қазақ пен қырғызды өзінің бейберекет соғысына жұмсамақшы ғой. Мен оны жаңа жіберген бұйрығынан бірден түсіндім. Кейкі, сен ойыңды айтшы. Сен қалай түсінесің? Патша уәдесін бұзды. Болыстың сөзі сұйықтау. Сондықтан Амангелді өзімізге сақадай сай болуымыз керек. Бізге сарбаз жинауымыз керек. Дәл солай.